51 зона дүниядағы ең сырлы һәм жасырын әскери база. Невада шөлінде ешкімге көрінбейтұғын жерде жайласқан бұл аймақ хақында мыңлаған гәп сөзлер һәм теориялар бар. Айрым адамлар оны өзге планеталылар жасырынып жүрген орын деп есептейді. Басқалар болса бұл жерде жасырын әскери технологиялар іздеп шығарылып атырғанын айтады. Бүгін біз тек қана самолетлар емес, ал космос сырлары да жасырынған деп есептелетін 51 зонаның тарихына назар таслаймыз. Ол жерде не жасырынған? Хақиқатлар, сырлар, әпсаналар барлығына тоқталып өтеміз. Видеомыз басыланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдың каналының жаңа саны, мен Айгүл. Егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Елу бірінші зона Америка құрама штатларының әскери хауа күштеріне қарасылы Невада штатындағы адам жасамайтұғын шөл ортасында жайласқан жүда сыр сақланатұғын жер асты әскери базасы. Ол салқын ұрыс дәуірінен берлі бар, бірақ орайлық разведка басқармасы оның бар екенлігін тек 2013 жылы рәсми түрде тән алды. Көпшіліктің пікірінше бұл жерде өзге цивилизация технологиялары, ямаса өзлері космостан келгендер үстінде тәжірибелер өткереді. Бұл хақиқат па, ямаса яқ па, оларды анықтауға харекет еткен тіл біріктіру теориялары хәттекі жақында 51 зонаны басып алуға да харекет еткен. Бұл зона хақиқатында да ақш әскери хауа күштеріне қарасылы Неллис полигоны аймағында жайласқан. Ол Лас-Вегастан тек 13 километр қашықтықта, бірақ полигонның өзі жүда үлкен. 18.000 квадрат километрге созылған. Соннан 13.000 квадрат километрі жауық аймақ. Ол жерде бұқаралық самолетларға ұшу қатаң қадаған етілген. Неллис базасының рәсми сайтында айтылуынша, бұл жер дүниядағы ең үлкен әскери шынығулар майданы есептелінеді. Бұл логикалық жақтан дұрыс. Шөлістанлықты бомбалау аңсат. Себебі білгеніңізде ол жерде дерлік еш нәрсе болмайды. Бірақ та ілімпазлардың пікірінше әммесі бұның менен шекленбейді. Себебі өзге планеталылардың ұшып жүретұғын тарелкалары бар ғой, әне солардың бөліклерін жасыру үшін бұннан жақсырақ жерді табу қиын. 51 зонаның тарихы 1954 жылдан басланады. Сол уақытта ақш президенті Дуат Эйзенхауэр жаңа самолетларды жасырын сынақтан өткеру үшін адамлардың көзінен алыс һәм совет жансызларынан қауіпсіз орын табуды бұйырады. Қанегелер Гурум көлі атрапындағы аймақты сайлайды. Қызық жері екінші дүниежүзілік ұрысқа шекем, бұл жер жергілікті фермердің жері болған, және оның жерінде қорғасын, күміс һәм аз мықтарда алтын кәнері де болған. Сол уақытта үкімет фермерге оның жері үшін $5 миллион ұсынады. Бірақ та фермер оған көнбейді. Оның орнына $40 миллион талап етеді. Нәтижеде үкімет оның жерін тартып алады һәм тек қана компенсация есабына $1 миллион береді. Дәслеп бұл аймақта әпуайы авиабаза жұмыс алып барған. Дұрысын айтқанда, әпуайы деп болмайды. Бұл жерде атом бомбаларын сынауда қатынасатұғын самолетлар қызмет көрсеткен. Кейін ала әне осы қолайлы һәм сырлы орында алдыңғы разведка самолетларын сынаудан өткеру басланады. Әйне осы жерде белгілі Ю-2 разведка самолеты сынаудан өткерілген. Бұл самолет Lockheed Martin компаниясы тарапынан ісілеп шығарылған һәм 1950 жылларда ақштың разведка қызметлері үшін арнаулы жаратылған самолетлардың бірі болды. Ю-2 өзінің ең ахметлі өзгешелігіне ие болып, дұшпан радарларынан әдеуір биікте ұшу мүмкіншілігіне ие еді.
Бұл болса оны СССР аймағы үстінде разведка алып бару үшін идеал құрал қылып берді. Самолеттің ең үлкен абзалықларынан бірі сонда ол жоғары биікте ұшып, радарлар һәм ракеталардан жырақ бола алуы мүмкін еді. Ю-2 самолеты жасырын объектілерді суретке алу һәм разведка мағлұматларын топлау үшін түрлі техникалық үскенелер менен тәмінленген. Оның ішінде фотографиялық аппаратлар, радар системалары һәм басқа да арнаулы үскенелер бар болып, олар жәрдемінде Советлер ауқамының әскери объектілерін бақылап, ақш үшін жүдә ахметлі болған мағлұматлар топланды. Бірақ 1960 жылы Ю-2 самолетін басқарған Гарри Пауэрс Совет ауқамы үстінен разведка жұмысларын алып бара жатырған уақытында Свердловск, қазіргі Екатеринбург үстінен ұрып түсірілді. Самолеттің радарлар тарапынан көрілгенлігі һәм ұшуы хақында Совет ауқамы мағлұматқа ие болды. Пауэрс осылайынша қамаққа алынды һәм Советлерге тапсырылды. Кейін ала ақш һәм Совет ауқамы арасында осы уақиғаға байланысты алмасу әмелге асырылды. Яғни Гарри Пауэрс Советтің жансызы болған Рудольф Абельге алмастырылды. Бұл уақия сол дәуірдің салқын ұрыс шариатында ең үлкен һәм ең ахметлі шартнама, сондай-ақ саяси уақиялардан бірі сипатында тарихқа кірді. Сынаулар дәуірінде жасырынлық дәрежесі соншелі жоғары болған еді. Ю-2 самолетін 51-ші зонаға бөліклерге ажыратылған жағдайда алып келінген. Самолетті ұшыру үшін ең ахметлі техникалық тараптарды жасыру мақсатында барлық бөліклерін ажыратып, бұл жерде жасырын түрде қайта жинаған. Бұнан кейін самолет бірнеше мәрте жоғары биіктікке сынаудан өткеріліп, Совет ауқамы үстінен разведка мағлұматларын топлау үшін пайдаланылған. Кейін ала тап 51-ші зонада Lockheed SR-71 Blackbird сияқты басқа алдыңғы самолетлар да сынаудан өткерілді. Олардың әрбірі өз дәуірінде дүниядағы ең тез һәм ең алдыңғы технологияларға ие самолетлар болып, 51-ші зона бұл технологиялардың ғалабалық сынау майданына айланған еді. 1959 жылда Рино қаласында газета жергілікті халық тарапынан көрілген белгісіз объектлер хақында бірінші хабарды шығарады. Мүмкін бұл өздері ойлап тапқан гәп сөз шығар. Бірақ та орайлық разведка басқармасы бұндай уақияларды қиялға тикарланған фантазия сипатында қарай бастайды һәм әрқилы ұшушы аппаратлар хақында айтады. Ал бұл болса, осындай гәп сөздерді бекарлау үшін қолданылатын ұсылға айланды. Бұл қатынас сөзсіз 51-ші зонаны сыр сақлау үшін жүдә пайдалы болған, адамлардың итибарын беганалар ямаса ұшар тарелкалар мәселелеріне қаратып, тикарғы мақсатлерді жасыруға имканият жаратқан. Жергілікті халық аспан бойлап жасыл реңде жылтырап ұшып баратырған, әр қандай самолеттан тезірек әрекетленіп атырған ажайып объектті көргенін айтқан. Бұл хадисе пайда болғаннан кейін ақш қауіпсіздік қызметі бұндай хабарларды дәрхал бекарлау емес, керісінше үнсіз қоллап қуатлауға қарар етті. Салқын ұрыс жылдарында бұл базаға Совет әскери техникасының қолға кіргізілген үлгілері де алып келінген. Мысал үшін 1968 жылы бұл жерде 2 дана МиГ-17 самолеты келтірілген. Оларды сириялы ұшушылар Израиль аймағына тосыннан қонып қалған. Сондан кейін Израиль бұл самолетларды ақшқа тапсырған. Бұл да стратегиялық ахметке ие болған құрал жарақлар жарысы. Жалғанда әр бір мемлекет қарсылас техникасының дүзілісін, имканиятларын һәм әзі жерлерін білуге әрекет еткен. 51-ші зона сондай жасырын еді. Оны хақиқи көру үшін тек космостан қарау керек болған. 1974 жылы Skylab космослық станциясының экипажы тосыннан Грум көлі жанындағы аймақты суретке алды. Бұл аймақ 51-ші зонаның атрапында жайласқан еді. NASA һәм CIA бұл суретті не қылу керектігін додалай баслайды. Бірақ та сурет әлі қашан расми есабатпенен біргелікте басып шығарылған. Яғни енді сыр сақлау имканияты жоғалған еді. 51-ші зона оғада жасырын аймақ болғаны үшін хаттекі NASA-ға да бұл хақында мағлұмат бермеген. Космослық экипаж станциясы суретті алған уақытында олар
1 зона хақында ешқандай мағлұматқа ие болмаған. Бірақ кейінірек Совет ауқымының да жасалма жолдаслары бар екенлігін аңғарғаннан кейін NASA һәм CIA Central Intelligence Agency анықтағы орайлық разведка басқармасы жұмақ шығарды. Егер бұл суретті көпшілікке жария етсе, ешқандай қауетерге орын жоқ, себебі Совет ауқымы да өзінің жасырын объектілерін бақылау имканиятына ие еді. Бұл арқылы олар 51 зонаға тиесілі сырды және де ашып беруден қауетерленуді орынсыз деп есептейді. Салқын ұрыс дәуірінде халық 51 зона хақында дерлік еш нәрсе білмес еді. Тек 1989 жылы Лас-Вегастағы Класс ТВ телеканалында физик Боб Лазардың интервьюсы эфирге берілгеннен кейін хаммесі өзгерді. Лазар өзін С4 объектінде істеген ілімпаз сипатында таныстырды. Бұл объект 51 зона аймағында жайласқан. Ол бұрын Лос-Аламос ядро лабораториясында істегенін, жаңа орында болса өзге жерлеслер технологиясын үйрену һәм оны әскери санаатта қолдану бойынша жойбарды басқарғанын айтты. Бұл интервьюді атақлы самолет істеп шығарушы Биллердің ұлы Джон Лир шөлкеместірген. Джон CIA үшін ұшушы болған һәм Вьетнамда ұрысқа қатынасқан. Сенесіз бе, ол алдын интернетте үкімет өзге планеталылар менен бірге істеседі деп жазған еді. Боб Лазардың сөзлеріне қарағанда 51 зонада бір емес 9 ұшатығын тарелка болған һәм олар кіші, күлрең-реңлі тап балаларға ұқсас болған өзге планеталыларға арналған. Лазар өзге планеталыларды биганалар деп атады һәм оларды Зета Сети жұлдыз системасынан келген деп білдірді. Лазар хәтте бір сапары лабораторияда адамлар міне осындай өзге планеталылар менен сөйлесіп атырғанын көргенін айтты. Бұл әдесе әлбетте жүді таңғаларлық болып, Лазар бұны өз көзі менен көргенін түсіндіреді. Боб Лазардың гүріңіне жәмиетшілік дәрхал гуман менен қарайды. Оның сөзлеріне бола ол Лос-Аламос іліми лабораториясында жұмыс істеген, бірақ бұл хақында ешқандай рәсми дәлелдер табылмады. Лос-Аламос бұл ақштың ең ахметлі һәм жасырын іліми, сондай-ақ әскери зерттеу орайларынан бірі. Егер Лазар бұл жерде істеген болса, бұл жүда үлкен жетістіктер болар еді, бірақ лабораторияның қызметкерлері оны танымаған һәм оның аты ешқандай рәсми құжаттарда жазылмаған. Бұнан тысқары Лазардың өзі айтқанындай, ол бірнеше университеттерде оқыған, бірақ бұл университеттерде оны оқыған деп тән алмаған. Бұл жағдайлар оның сөздеріне қатаң гуман пайда етті. Солай болса да, ол 51 зонаны мәңгілік афсанаға айландырды. Яғни енді ол қауіп-қатер теориялары үшін символикалық орайға айланды. Олар бұл жерде иллюминатлар жиналыстары ақш үкіметінің өзге планеталылар менен ұшырасатығын жері һәм хәттегі климат құраллары сынақларын өткеретұғын жер екенлігін айтады. Айрым адамлар 51 зонада микон һәм уақытты өзгерту бойынша тәжірибелер өткеріліп атырғанлығын айтады. Бұл теория бойынша жер һәм уақытты манипуляциялау үшін жасырын технологиялар қолданылмақта. Бірақ бұл хақында ешқандай рәсми мағлұматлар жоқ. Һәм бұл көбірек әфсаналар, ямаса гәп сөзлерге тикарланады. Сондай-ақ 51 зонада Чешир жолы атыменен белгілі болған сырлы сызық бар екенлігі хақында айтылады. Бұл сызықты су менен төккеніңізде пайда болуы һәм құрып кеткенде болса жоғалып кетуі айтылады. Бұл жағдайды айырым адамлар Чешир пышығының күлімсіреуіне ұқсатады, яғни көрінетұғын нәрсе жоғалып кетеді. Бұндай уақиялар хақында ешқандай анық іліми дәлелдер жоқ. Һәм бұл көбірек сырлы, сондай-ақ ажайып құбылыстар хақындағы гәп сөздерге тикарланады. 51 зонадағы сырлар хақында көп айтылады, бірақ еш нәрсе тасдиқланбаған. 51 зона атрапында, бірақ та оның ішінде емес, уфологиялық туризм рауажланған. Яғни бұл жерде тематикалық ресторанлар, мейманханалар һәм музейлер ашылған. Олардың барлығы 51 зонаға байланысты болған сырлы һәм ажайып темаларды сәулелендіруге қаратылған. Сондай-ақ әр жылы бұл жерде аспан бақылау фестивальдары болып өтеді. Ал бұл болса тамаша көйлердің осы жерге деген қызығушылығын арттырады.
2011 жылы журналист Энни Якобсен 51 зона хақындағы сырларды үйрену мақсатында ішкі деректерге кіруге харекет етті. Ол бұл теманы өзінің кітабында толық сәулелендіріп, 51 зона хақындағы жасырынлық һәм әпсаналарды кең жәмиетшілікке таныстыруға харекет етті. Энни Якобсеннің кітабында 51 зона апуайы әскери база емес, ал күтілмеген, қорқынышлы, тарихи сценарий менен байланыслы деген пікірді алға сүрген. Яғни ол базаның апуайы қызметкерлерінен алынған жасырын интервьюлерге тикарланған. Олардан бірі былай тасдиқлаған: 51 зонада сақланып отырған өзге планеталылардың тарелкасы тикарында улума өзге планеталықларға тиесілі емес. Оның айтуынша, бұл нәрсе нацист доктор Жозеф Менгеле, Гитлер Германиясындағы ұшушылар шөлкемі һәм хәтте Иосиф Сталин арасындағы жасырын тіл біріктірудің бір бөлігі болған. Мақсат 1940 жыллары ақш-та қауетер пайда ету. Менгеле ұрыстан кейін жетім балалар үстінде тәжірибелер өткерген. Олардың бас сүйеклерін жасалма үлкейтіп, басқа өзге планеталыларға ұқсас етіп өзгерттірген. Кейін болса бұл балаларды нацистердің ұшушы аппаратларына, яғни тарелкасына отырғызып, ақш халқы арасында қорқыныш ояту үшін пайдаланған. Сталиннің бұл режеде қандай рөл атқарғаны белгісіз, бірақ та осы теорияға бола сол тарелкалардың бірі 1947 жылы Росуэлл қаласында құлаған. Энни Якобсеннің бұл кітабы үлкен шауқымға себеп болды. Арадан 5 жыл өтіп, ол Пулитцер сыйлығын қолға кіргізген, бірақ бұл сыйлық басқа материал үшін берілген. 2005 жылы теоретиклер жаңа жол тапты. Олар ақштың мәлімдеме еркіндігі хақындағы низамынан пайдалануға қарар етті. Бұл низам бойынша har қандай бұқараға үкімет hüjjetlерін жариялауды сұрау құқығы берілген. Процесс 8 жыл давам етті. Ақырында 2013 жылда үкімет айрым hüjjetlердегі сырларды жариялайды. Олардың арасында 51 зонада разведка самолетлары сынаудан өткерілгенлігі хақында да мағлұматлар бар еді. Бірақ халық бұннан қанағатланбады. Олардың пікірінше, мемлекет біліп тұрып, ескі, әлдеқашан ахметін жоғалтқан мағлұматларды жария етіп, тикарында ең ахметлі нәрселер, ұшар тарелкалар һәм өзге планеталыларды сыр сақлаған. Бұл сырлар адамларды барған сайын ақылдан асыра бастады. 2019 жылы Метти Робертс атлы жас интернет пайдаланушысы бұл теманы күлгілі тәрізде масқаралау үшін бір пост жайластырды. Ол Фейсбукта 51 зонаны штурм қыламыз. Біздердің һәммемізді олар тоқтата алмайды деген атпенен топар түзді. Топардың сипатламасында болса төмендегіше жазылған еді. 2019 жылы 20 сентябрь күні 51 зонаның сым тосқылары жанында жиналамыз. Егер біз Наруто сияқлы жұғырсақ, олардың оқларынан тезірек боламыз. Келің сол өзге планеталыларды көруге барайық. Бұл пост баслануында апуайы хәзіл спатында көрінсе де, тез арада интернетте вирус сияқлы тарқалды. Тамашагөйлер тарапынан күлкілі деп табылған бұл постта 51 зонаға бастырып көру һәм өзге планеталыларды көру сияқлы идеялар біраз ғалабаласқан. Солай етіп, бірнеше сағат ішінде топарға миллионлап адамдар аза болды. Ертеңіне 1 миллионнан астам адам қатынасамаған деп белгі қойды. Бірнеше хапта ішінде топарға қосылғанлардың саны 3 миллионнан артты. Бұндай жоғары дәрежедегі қызығушылық һәм социалдық тармақтағы шауқымның артынан ақш әскерлері бұл бойынша баянат беруге мәжбүр болды һәм олар әскери аймақты иелеп алуға харекет ету ауыр ақыбетлерге алып келуін ескертті. Әскерлер бұны өздеріне үлкен қауіп сипатында көрмесе де, бірақ та ескертіп қоюға мәжбүр болды. Метти Роберт атақлылықты пайдалы бір жойбарға айландырмақшы болады. Ол музыкалық фестивал шөлкемлестіріп, бұл арқалы ірі топардан өзіне пайда көрмекші болады. Бірақ та қаржылық және техникалық қиыншылықтар себеплі оның режесі әмелге аспайды. Белгіленген 2019 жыл 20 сентябрь күні 51 зона дарвазасы алдына тек 150 адам келді. Олардың айырмалары құралланған болған, бірақ та олар әскери объектті сондай күшпенен басып алу имкансыз екенін түсінді.
Бұл жерде ешқандай hüjum қылу әмелге асырылмаған. 150 адамлық топар өзінің хадден тыс оптимистлік режелері менен ажыралып тұрды. Бірақ олар 51-ші зонаға жақындасқанда әскери қорғау һәм басқа да қауіпсіздік илажлары тосқынлық етіп, олар еш нәрсе істей алмады. Нәтижеде ешқандай hüjum қылу болмаған болса да, 51-ші зонаның сырлы табиғаты һәм оның атрапындағы әпсаналар, сондай-ақ мемлер бүткіл дүния бойлап және бір мәрте кең тарқалды. Интернетте бұл хақында және де көбірек жаңа көріністер һәм белгілі мемлер пайда болды. 51-ші зонаға болған қызығушылық болса, тағы бір мәрте кескін артты. Бұл хадиси тикарынан 51-ші зона хақындағы сырларды еледей күшейтті. Яғни енді адамлар өзге планеталылар һәм ұшып жүруші тарелкалар хақында көбірек додалайтығын болды. Сондай-ақ бұл уақия бір тәріптен интернет мәдениетінің қандай үлкен социалдық машқалаларға алып келуін де көрсетті. Ал сіз не деп ойлайсыз? Өзге планеталылар бар ма, ямаса жоқ? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.